Сәлем баршаңызға, бұл 7-ші сыныптың тжб-сы, екінші нұсқа, алгебра пәні бойынша сол екінші нұсқаны талдайтын боламыз. Каналға өздеріңіздің қолдауларыңыз ретінде лайк басып, пікір қалдырып, және тіркеліп отырыңыздар. Алдағы уақытта тағы да уақытылы бжб, тжб талдауларын уақытында салып отыруға тырысамын. Сондықтан сіздерден қолдау күтемін. Әрі қарай енді осы нұсқаны талдауды бастайық. Бірінші есепте тиімді тәсілмен есептеңіз дейді. 42-нің квадратынан азайтамыз. 32-нің квадраты алымында бөлімінде 42-нің квадраты қосылған. 2 көбейтілген 42 көбейтілген 32 плюс 32-нің квадраты. Так, бұл жерде қысқаша көбейту формулалар қолданылады. Мұнда а квадрат минус б квадрат қолданылып тұр. 42 азайтылған 32, екінші шақшада 42 қосылған 32 болады. Бөлімінде 42 қосылған 32-нің квадраты формуласы тең болады. Енді алымында жақша мен бөлімдегі жақшаларды қосып есептейік. 42-ден 32-ні азайтатын болсақ, ол 10. 10 көбейтілген 42-ге 32-ні қоссақ, ол 74. Бөлімінде 74-тің квадраты, яғни оны 74 көбейтілген 74 деп жазуға болады. Екеуі 74 пен 74 қысқарады, сонда 74-тен 10 қалады, немесе тағы қысқартатын болсақ, 2-ге қысқаратында 5, мұнда 37 болады. Яғни 37-тен 5 шығады екен. Тиімді тәсіл қолданылды. Жауабы 37-тен 5 шықты. Әрі қарай екінші есеп, көп мүшені көбейткіштерге жіктеңіз дейді. Бұл жерде 6а квадрат минус 24б квадрат беріліп тұр. Ортақ көбейткішін жақшаның сыртына шығарамыз, яғни екеуі де қандай санға бөлінеді, немесе өрнек қандай әріпке айнымалыға бөлінетінін тауып алайық. Екеуі де 6-ға бөлінеді. Жақшаның ішінде а квадрат минус 4б квадрат болады. Енді мына жақшаның ішіндегіні қысқаша көбейту формула қолданып жазатын болсақ, онда а минус 2б, екінші жақшада а плюс 2б деп жазылады. Әрі қарай б-сын қарастырайық. 2х-тің 5 дәрежесі көбейтілген y квадрат азайтылған 8х куб y-тің 4 дәрежесі. Так, бұл жерде де ортақ көбейткішін жақшаның сыртына шығарамыз. 2 ортақ көбейткіш болады, х-тің кубы ортақ көбейткіш болады. Мұнда y квадрат пен y4-тің ең кішісі y квадратты жақшаның сыртына шығарамыз. Сонда бізде мұнда не қалады? Тек қана бірінші өрнектен x квадрат қалады. Екіншісін қарайтын болсақ, x куб жақшаның сыртына шықты. Так, 8 болу үшін 4 болу керек, және y квадрат. Енді осы жақшаның ішіндегі өрнекті екі жақшаның көбейтіндісі түрінде жазамыз. Мүшені көбейткіштерге жіктеңіз дегеніміз, яғни барлығын бізде азайтумен беріліп тұрса, яғни жақшалардың көбейтіндісі түрінде жазу керек. Мұнда 2y болады, екеде шақшада x плюс 2y болады. Әрі қарай сы нұсқасын қараймыз. Сы нұсқасында 2m минус 5-тің квадраты азайтылған m плюс 6-ның квадраты деп берілген. Бұл жерде көбейткіштерге жіктеу үшін мұнан жалпы өзін а түрінде, мұнан жалпы өзін б түрінде қарастырамыз. Сонда екі жақшаның көбейтіндісі түрінде жазылады былай. 2m минус 5 бірінші қосумен қарастыратын болсақ, m плюс 6 болады. Екінші жақшада осын дәл осы екеуінің тек енді азайтындысы болады. Азайтылған m, азайтылған 6 түрінде жазылады. Тең болады. Бұл жерде 2m-ға m қосылады. Сонда 3m минус 5 пен плюс 6 екеу азайтылады, бірақ таңбасы плюс болады. Плюс 1. Әрі қарай екінші жақшада 2m-нан m-ді азайтатын болсақ, m болады. Минус 5 пен минус 6 минус 11-ді береді. Так, сы нұсқасында сонда 3m қосылған 1 көбейтілген m минус 11 түрінде көбейткіштерге жіктеледі. Әрі қарай үшінші есепті қарастырайық. Үшінші есепте өрнектерді ықшамдап, x-тен 15 болғандағы мәнін табындар дейді. Бірінші ықшамдап аламыз. Бізде 5 плюс x, 5 минус x көбейтілген 5 минус x қосылған x плюс 1-дің квадраты деп тұр. Олар тағы да естеріңізге салам. Каналды қолдау ретінде міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып белсенді болып отырыңыздар. Сол кезде видеолар үнемі шығып отыратын болады. Так, мынау дегеніміз екеуінің көбейтіндісі 25 азайтылған x квадратқа тең. Қосылған, мына екелесі жақшаны астына жазам тасымалдап, x квадрат плюс 2x қосылған 1 болады.
Енді бұл жерден не байқап тұрық? Мына минус х квадрат пен плюс х квадрат жойылып кетеді екен. Сол кезде бізде мына 25 пен 1 екеуі ұқсас мүше, екеуі қосылып кетеді. 26 қосылған 2х болады. Енді бізде x-тің мәні 15-ке тең болғанда деп тұр ғой. Сонда x-тің орнына осы 15-ті қоямыз деген сөз. 26 қосылған 2 көбейтілген 15 тең болады. 26 қосылған 30, яғни 56 шығады екен. Бұл үшінші есептің жауабы. Ары қарай төртінші есеп. Теңдеуді шешіңіз дейді. Теңдеуді шешкенде, барлығын бір жақ теңдіктің бір жағына жинауламыз. 3 минус х-тің кубы тең болады х квадрат 9 минус х минус 17. Бірінші мына жақшыларды ашып алайық. 10 қосылған, мұнда формуланы қолданамыз. А минус b-ның кубы деген, яғни ол 3-тің кубы азайтылған 3 көбейтілген 3-тің квадрат көбейтілген х қосылған 3 көбейтілген 3 көбейтілген х квадрат азайтылған х куб еді. Келесі жағында мына х квадрат үйлестіремдік қасиет бойынша екеуіне де көбейтіледі. Сонда бізде 9х квадрат минус х куб минус 17 болады. Төртінші есептің жалғасы. 10 қосылған 27 азайтылған 27х қосылған 9х квадрат минус х куб. Және де мына теңдіктің оң жағындағылар сол жаққа шығаратын болсақ, мұнда минус 9х квадрат плюс х куб плюс 17 болады, тең болады 0-ге. Енді бұл жерде жойылатын 9х квадрат пен минус 9х квадрат, минус х куб пен плюс х куб жойылады. Сол кезде бізде қалатынына минус 27х, және де мына 10 плюс 27 плюс 17. Оларды қосатын болсақ, бізде 37, 37-ге 17-ні қоссақ, ол 54 шығады, тең 0-ге. Бұдан минус 27х тең болады минус 54-ге, ал бұдан х табатын болсақ, осы минус 54-ті біз бөлеміз минус 27-ге, сонда мәні 2-ге тең болады екен. Х-тің мәні 2-ге тең деп шығады. Бесінші есепте өрнекті ықшамдаңыз дейді. Х-тің 7 дәрежесі азайтылған 3, екінші ықшада х-тің 7 дәрежесі қосылған 7 минус х-тің 7 дәрежесі қосылған 2-нің квадраты. Бұл жерде мұқият болу керек. Бірінші екі жақшаның көбейтіндісіне мынаны жеке-жеке көбейтіп қарастырамыз, және 3-ті де жеке-жеке көбейтеміз. Х-тің 7 дәрежесін х-тің 7 дәрежесіне көбейтсек, х-тің 14 дәрежесі болады. Қосылған 7 х-тің 7 дәрежесі азайтылған 3 х-тің 7 дәрежесі минус 21. Минус деймізде жақшаның ішіне жазып алайық. Х-тің 14 дәрежесі плюс 4 х-тің 7 дәрежесі плюс 4 тең болады. Енді х-тің 14 дәрежесі, мұна екеуі ықшамдасақ, екеуін плюс 4 х-тің 7 дәрежесі минус 21. Жақшаны ашамыз, минус х-тің 14 дәрежесі минус 4 х-тің 7 дәрежесі минус 4. Мұна жерде мыналар жойылады, көрініп тұр. Сонда қалады бізде минус 21 минус 4 дегеніміз, ол минус 25-ке тең болады екен. Әрі қарай келесі б нұсқасын қарайық. Х-тің 8 дәрежесі қосылған 9, екінші ықшада 11, азайтылған х-тің 8 дәрежесі, азайтылған х-тің 8 дәрежесі қосылған 1-дің квадраты. Мына жерде де жаңағындай қасиетті қолданамыз. Әрбіреуін келесі жақшаның әрбір мүшесіне көбейтеміз. Енді 11 тең болады 11 х-тің 8 дәрежесі азайтылған х-тің 16 дәрежесі болады. Қосылған 99 азайтылған 9 х-тің 8 дәрежесі. Азайтылған. Келесі мұнаны қарастырайық жақшаның ішінде. Х-тің 16 дәрежесі болады. Плюс 2 х-тің 8 дәрежесі плюс 1 болады. Енді жақшаны ашып жазамыз. Ол үшін мұна ұқсас мүшелерді біріктіріп жіберейік. 2 х-тің 8 дәрежесі азайтылған х-тің 16 дәрежесі плюс 99. Енді мына жақшаны ашатын болсақ, алдында минус таңба тұр, ол барлығын қарама-қарсы таңбаға қостырады. Минус 2 х-тің 8 дәрежесі минус 1 тең. Мына жерде мынау жойылады екен. Сонда не шығады бізде? Мына екеуі ұқсас. Минус
2х-ның 16 дәрежесі, олар қосылып кетеді бір-біріне, таңбалары бірдей жойылмайды. 99-дан бірді азайтатын болсақ, ол 98 болады. Сонда бізде жауабы минус 2х-ның 16 дәрежесі қосылған 98 деп шығады екен. Назарларыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпайық. Сау болыңыздар.